Өз бойындағы ұнамсыз жаман әдеттерден арылу әрине көп жағдайда қиынырақ. Себебі біраз төзімділік пен сабырлықты қажет етеді. Десе де бұл әдеттен арылуға болады. Төмендегі кеңестерге сүйенсеңіздер, ұнамсыз әдетіңізді жеңіп шығуға болады. Мойындаңыз, өз бойыңыздағы арылу керек. Жаман әдеттерді шын ықыласпен мойындау. Мысалы, ол темекі тарту, әлеуметтік желіде немесе тиындар алдында көп отыру және тағы басқа болуы мүмкін. Яғни ең бірінші кезекте аталған әрекетіңіздің дерт екенін жүрекпен мойындауыңыз керек. Олай болмаса, одан арылуға тырысудан ештеңе шықпайтынын ескеріңіз. Түсініңіз, жаман әдетіңізден арылу не арыла алмау ең бірінші кезекте өзіңізге байланысты екенін түсініңіз. Менің қолымнан келмейді-ау деген өрісті ойлардан сақтаныңыз. Егер бойыңыздағы жаман әдеттерден шын арылғыңыз келсе, сіз оны жасай аласыз. Жоспар құрыңыз. Ниет етіп нақты жоспар құрыңыз. Жоспарыңызда шамамен жаман әдетіңізден қанша уақытта және қандай жолдармен арылуға ниетсіз, оны қандай жақсы әдеттермен ауыстырғыңыз келетін және тағы басқа әрекеттер көрсетілуі тиіс. Күнделік жасау. Қай жаман дағдыңызды қай күні, қай уақытта, қандай жағдайда жоятыныңызды тізіп жазып қойыңыз. Орындарын ауыстырыңыз. Жаман әдетіңізді бас салып қойып кету мүмкін емес екені анық. Сол үшін өзіңізге жеңіл болу үшін сол әдетіңізді келесі бір жақсы амалдармен ауыстырыңыз. Мәселен, теледидар алдында тапжылмай көп отырып қалатын әдетіңізді физикалық жаттығулар жасауға немесе танымдық кітаптар оқуға ауыстырып көріңіз. Ортаңызды өзгертіңіз. Көбінде ұнамсыз дағдылар нашар орта немесе ұжымның әсерінен болады. Егер сіздің дағдыңызға осындай себептер әсер етсе, ортаңызды салиқалы жандармен ауыстырғаныңыз абзал. Және де жаныңыздағы адамдардан жағымсыз іс-әрекеттер байқасаңыз, сіз сол мезетте жақсы әрекеттер жасауға талпыныңыз. Жаттығулар жасаңыз. Бұл кеңесіміз көбінде темекі тартуды қоя алмай жүрген жандарға пайдалырақ. Физикалық жаттығуларды тұрақты түрде жасап жүріңіз. Себебі темекі құмар адамдардың 80% жүгірумен айналысқаннан кейін темекісін тастаған. Елестетіңіз, өзіңізді жаман әдетінен арылған жаңа тұлға ретінде елестетіңіз. Бұл психикалық әдіс жақсы жағын ойлау, елестету. Көп нәрсеге қол жеткізуге көмектеседі. Өзіңізге бұлай деңіз: мен мұндан бұлай бұл тұрпайы әдетімді жасамаймын. Оның орнына мынаны жасаймын. Мен мықтымын және ақылдымын. Өзіңізді марапаттаңыз. Әрбір арылған жаман әдетіңізді үшін өз-өзіңізді жақсы сөздермен немесе сүйікті ісіңізді жасаумен марапаттаңыз. Психологтар адам белгі бір жақсы ісіне марапат көрсе, онысы адам санасында әдемі сақталып, келесі жолы тағы қайталануға сұранып тұратындығын айтады. Аталған жоспарларыңыз, ниетіңіз туралы жақындарыңыз бен жақын достарыңызға ескертіңіз. Олардың да сізге көмектесер, ықпал етер тұстары болып қалар. Сөзіңізде тұрыңыз. Жаман әрекеттерден арылуға бел байлағаныңызды ұмытпай, жарты жолдан тастамай, жоғарыда құрған жоспарыңызды
толығымен орындап шығыңыз. Бұл амалдар сізді физикалық және рухани тазартуға жетелеп келе жатқандығын ұмытпаңыз. Өзіңізді қамшылаңыз. Жамандағыларыңыздан арылғаннан кейін оған қайта келіп қалмасыңызға өзіңіз кепіл болыңыз. Әрдайым өз-өзіңізді қамшылап, ол дағылардан оңай жолмен арылмағандығыңызды еске алып өтіп, әрмен қарай өзіңізді жаңа жақсы әрекеттерде елестетіңіз.